بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hürmetli cemaat, bugünkü cuma vaazımızın taqribi Müslümanның Müslümanға деген haqqı. Haq деген сөздің мағынасын басқаша айтатын болсақ, құқығы. Мысалы біздің қазір қазақ тілінде бар ғой, құқық деген сөз. Орысша айтқанда право. Или заңға сәйкес айтатын болсақ, мысалы Қазақстан Республикасының Конституциясы бойынша ең бірінші статья бойынша Қазақстан құқықтық, демократиялық, зайырлы, унитарлы мемлекет. Яғни құқық деген сөзді қарап отырсаңыздар біздің конституциямызда бар. Сол сияқты бұл құқық деген, хақ деген, оның ішіндегі 5 хақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтылған. Басқа бір аятта да 6 хақ деп айтылған. 6 құқығы. 6 құқығы дегеніміз, яғни бір мұсылман екінші мұсылманға істесе, сол затқа қайтарылса, сол затты істесе, сол затты орындайтын болса, ол мұсылман иншалла қараңыздар. Міндетті түрде жәннат әхлілеріне болуы мүмкін. Иншалла деп айтамыз. Бұл қарапайым сияқты көрінуі мүмкін. Көбісі ойлайды ғой енді. Жәннатқа кіру үшін міндетті түрде бір үлкен бір ерекше істер істеу керек шығар. Әрине адам мүмкіншілігі болып, қаржы жағдайы болып, басқа да әртүрлі жағдайы болып тұрып, үлкен істер істейтін болса, онда машалла ол бауырымыз ұтады. Бірақ та мына қарапайым істердің өзін орындайтын болса, иншалла бұнымен де жәннат иелерінен болуы мүмкін. Себебі неге десеңіздер, бұл қарапайым істердің ең біріншісі ида рақия фассалиму дейді. Яғни сен басқа бір мұсылман бауырымен кездесіп қалсаң, оғымен амандасты дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи. Хаққул муслими алал муслимин хамсун дейді, 5 дейді, басқа бір аятта 6 дейді. Біріншісі ва иза лақияхум ан тусаллимахум. Сәлем сөздің атасы дейді қазақ. Сәлем деген сол, егер де сіз басқа бір мұсылман бауырыңызды танымайсыз, міндетті түрде тану шарт емес. Немесе танымайтын мұсылман бауырыңыз болсын, басқа бір адамзат баласы болсын. Сізге амандасқан кездері сіз соған қарапайым соған сәйкес амандассаңыз, ол сіздің адамгершілігіңіздің бар екенін көрсетеді. Себебі енді өмір болғаннан кейін біздерде Аллаға шүкір өзіміз тұратын райондарда әртүрлі ұлттар кездесесің, басқа әртүрлі социалдық әлеуметтік жағдай адамдармен кездесесің, кейбір кісілер амандасады маған да, басын дейді. Мен де соған сәйкес басын изеп қайтарамын. Неге? Өйткені Нисия сүресінің 86 аятта Алла астағфирулла деген астағфирулла ва иза хуйинтум битахиятин фахуйю биха ау би ахсаниха. Ол аятта Алла Тағала біздерге қараңыздар, құрметті жамағат. Егер де сіздер бір кісілерге сәлем алып болсаңыздар, дейді Алла Тағала, ол сәлемге сәйкес қайтарыңыздар дейді. Себебі неге? Себебі сол сәлемді қайтару ол мұсылманның мойнындағы парыз екен. Немесе артығымен қайтарған дейді. Артығымен қайтарған кезіңізде сіздің адамгершілігіңіз сонда артық екендігін түсіндіреді. Ал дәл солай қайтару парыз екен. Сол сияқты иза даъаку фаъжабаху дейді. Егер мұсылман бауырының 5 хақының, 6 хақының екіншісі, егер де мұсылман бауыры сен бір жаққа шақырса, қонаққа ма, немесе бір отырыспаға шақырса ма, әйтеуір қандай бір сыйлап шақырып жатса, оған жауап бер дейді. Тіпті ғалымдар айтқан, мысалы үйлену тойы сияқты бір үлкен сондай адамның өмірінде бар істер бар, соған шақырып жатса, жауап беру парыз екен қараңыздар. Үйлену тойы болады білесіздер. Соған бір сізді шақырса, сіз шамаңыз жетсе бару керексіз. Бара алмасаңыз айту керексіз себебі. Мен бара алмадым, кешіріңіз, жол, анау мынау деген басқа бірақ үзірлі себепті айту керек та. Үшіншісі иза истансаха фансаху дейді.
егер де ол насихат сұраған болса дейді, қараңыздар, мұсылман бауырым, сізден келіп насихат сұрады бір нәрсеге. Өмір болғаннан кейін әркім біз барлығымыз біліп туылмаймыз, бірақ өмір болғаннан сәйкес бірімізден біріміз сұрап үйренеміз, білеміз, біріміз сөйтіп толтырамыз, толықтырамыз. Соны сіз насихат келіп сұраған болса дейді, сізден шын көңілмен, сіз соған сәйкес насихатына жауап беріңіз дейді. Насихат деген айтып отқан жоқпын, тұрмыста болатын әрбір заттарға болады. Бір оқиғаларға сәйкес немесе жаңағыдай сұрақ болғанда қараңыздар, сұрақтың түрдісі болады. Насихат бар, сұрақ бар. Мысалы, кейбір адамдар болады, астағфирулла, бір жаман ниетпен келеді, пәленше кісі жөнінде не айтасыз дейді. Астағфирулла, пәленше кісі жөнінде ешнәрсе айтпайтын болды. Мысалы, біреулер айтады маған сондай сұрақ қояды, пәленше бір ұстаз жөнінде ешнәрсе айтпайды. Қаласаңыз тыңдаңыз, қаламасаңыз тыңдамаңыз. Ол кісі ұстаз, мейлі қандай кісі болсын, сіздің көңіл қалауыңыз, ал менің позицияны не істейсіз деп уже, мысалы, жеке басым. Ол жаңа астағфирулла провокационный сұрақ та. Бір жаңа ұстаздың немесе бір адамның бір кемшілігін қазып береді дейді. Былай сақтасын, әрбір адамның кемшілігін зеймелетін болсақ, жер бетінде таза адам жоқ. Ұстаздардың ішінде де кемшілігі болуы мүмкін. Ұстаздардың өзі қателігі болуы мүмкін. Олар міндетті түрде қателік істемейді. Олардың кейбір сөздері, мысалы, кейбір астағфирулла жаман ниеттен адамдарды бұрмалап жібереді. Яғни сол сияқты біреуге байланысты несі ойын айтпау керексің, бірақ насихат сұраса айтады. Мысалы, өмірде мен мысалы туысқанмен мынандай болатын, әкеммен, шешеммен, туыстарыммен, қайын жұртыммен, жұмыстасыммен, коллегаммен, бастығыммен деген сияқты. Немесе мынандай оқиғалар қалай шыққанын насихат айтса, сіз соған сәйкес насихатыңызды айтыңыз, білгеніңізді айтыңыз. Ең бастысы ықыласпен айтсаңыз болды. Онан кейін ауырса дейді, зиярат қыл дейді. Ауырып жатса, егер мұсылман бауырсы естіп жатсаңыз, оны зиярат қылыңыз дейді. Сол сияқты егер де түш көреді, өмір болғаннан кейін. Ол адамның жаратылысы сондай, түш көру білесіздер, түш көру Алладан дейді, ал есіне уже адамның ұйқысында есіне береді бастапқыдан. Ол шайтаннан дейді. Егер түш көру альхамдулилля десе, ярхамак Аллах деп жауап береді. Қарап отырсаңыз, бір меліш сияқты, көбісі ой, меліш қой там. Субханалла, бірақ бұл меліш деген шариғатта ондай нәрсе жоқ. Сіз майда заттар сондай жиі істейсіз, әрдайым тоқтамай істейсіз. Алла тағала сіздің сүйікті пенделерін алады. Ал сіз бір жаңа 10 жылда бір рет па, 50 жылда бір рет па, 20 жылда бір рет бір ауыр істегеннен гөрі, мысалы бір міндетті түрде мешіт сал деген шариғатта фарыз жоқ па? Егер шариғатта міндетті түрде мешіт салмасаң жәннатқа кірмейсің деген былай сақтасын, ондай хукім де жоқ, фатуа да жоқ. Шамаң жетті ме мысалы? Шамаң жетпеді, осындай қарапайым ғана мұсылмандардың арасында болатын. Мұсылманның біріне деген бір құқығын орындап жүрсе, иншалла осының өзінде бір сауап болады. Сол сияқты ауырған болса, зиярат қыл деп тұр. Және қайтыс болған болса, жаназа намазына қатыс дейді соңғысы. Бұл бесеуінің неге біріншісінде Алла тағала біріншісі амандасуды орынға қойыпты. Амандасу деген қарап отырсаңыз, сәлем деген сөздің өзі Алла тағаланың есімі, сәлем. Бұл сәлем деген сөз сондай бір айтылуға тілге жеңіл болғанменен мағына жағынан өте ауыр. Мағына жағынан өте маңызды. Бұл сәлем деген сөз қараңыздар. Құран-ы Кәрімнің ішінде келеді. Ибрахим алейхиссалам оқиғасын білетін шығарса, Ибрахим пайғамбарлардың атасының улул азм деп келетін майталман сондай ерекше пайғамбарлардың бірі болып келеді. Сол кісі Алла тағала сәлем деген сөзді білесіздер, оны сол кезде сол өзінің замандағы фирғауынмен, сол заманның диктаторымен Алланың қалауымен сынаққа түскен кезде фирғауын алады дейді. Мәнжалиқты катапультаға салады да, бір ай бойы жинаған отты жағады, соның ортасына қарай лақтырады. Лақтарған кезде ұшып келіп тұрып, Алланың қалауы болған дейін біраз оқиғалар бар еді. Отқа түскен кезде Алла тағала отқа береді. Күн бәрдәу ва сәләмә дейді. Алла тағала отқа береді. Оттың заты қарасаң, химия, құрамы қасиеті қандай дейді? Өртеп күйдіріп жоқ қылуы, күлге айналып жібереді, немесе әртүрлі дәрежеде болады. Тас болса адамға әрқайсына. Бірақ соны Алла тағала күн бәрдәу ва сәләмә деп. Ей от деп Алла тағаланың бұйрығыменен сен мына Ибрахим алейхиссаламға салқын бол және сәлем бол дейді. Яғни Алла тағаланың өзінің әсма сипаттары болған сәлем, яғни аманшылық беріп жатыр. Оны ғалымдар айтады, егер де оттың өзі тек қана салқын болып тұра берсе дейді, мысалы, от автоматически салқын болып кетіп, салам болмайтын болса, жаңа амандықпен болса. Ибрахим алейхиссалам үсіп қатып қалар еді, мұздап қатып қалар еді. Жоқ. Алланың қалауымен от жанып тұрған сияқты көрінеді. Жаңағы қаншама фирғауынның қасында көмекшілері, жаңағы жүгірмектері, әскері, қолға жаңағы уәзірлер, бірақ Алла тағала оны аман болып қояды.
Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи бір хадисінде айтады, ла тадхулул жанната хатта ту'мину дейді. Сіздер жәннатқа кірмейсіздер дейді. Иман келтірмейінше дейді. Ва ла ту'мину хатта тахаббу дейді. Сіздер иман келтірмейсіздер, бір-бірлеріңізді жақсы көрмейінше дейді. Тахаббу дейді. Афала адулликум алал амри аллази татахаббу дейді Пайғамбарымыз. Мен сіздерге бір-бірлеріңіздің араларыңыздағы махаббатты арттыратын затты айтайын ба дейді. Сахабалардың қасиеті қандай? Атып тұрады барлығы. Я Расулалла, айтыңызшы дейді да, көзін Пайғамбар саллаллаху алейхи жанын берерде қарап тұрады да, субхан, тырп етпейді. Афшу салам. Саламды, яғни аманшылықты таратыңдар. Бұл афшу саламның сөзі ода, ассаламу алейкумды таратыңдар дегенде бұл мүмкін, қараңыздар. Bir мағынасы, ол белгі жағдайы. Екінші мағынасы, сіздің қолыңыздан басқа бір адамға, басқа бір мұсылманға зиян жеткізбейтін амандық таратыңыздар деген мағынасы бар. Екінші скрытый мағынасы. Яғни сіз амандық таратасыз. Мысалы, сіз айтып қолыңызда билік бар, күш бар. Өзіңізде бір әлсіз келді, біреу сізге болады ғой, кейбір адамдар сізге шапқылап тиіскісі келді. Оны бір-ақ жабырып соғады, бірақ астағфирулла, оны ол жерге бармай сабырлық қылып, сіз қолыңызбен зиян жеткізбейтін болсаңыз, оның өзі иншалла Пайғамбарымыз амандықты таратыңыздар деген сөздің астына кіреді. Ассаламу алейкум деген сөздің оның өзімен де жақсы. Яғни ассалам, сіз танымайтын адамға ассалам. Мысалы, кейбір адамдар болады, сіз оған танымайсыз, болады кейбір өмірде шаршаған, қажыған, бәрін көрген, оған біреу амандасып қалса, кейбір тірілген деп қалады. Неге? Ассалам деген Аллахтың бір асма сипатының қасиеті сондай. Әлгі салам деген сөз адам пенденің құлағына жетті ме? Кейбір менде бір елейтін адам бар екен дейді. Өкінішке орай өмір болғаннан кейін барлығы кедейдің, байдың болу заңды. Біз жұрттың бәрі бай болсын, жұрттың бәрі кедей болсын демейміз. Бірақ енді өмірде соған сәйкес кедей адамдар көбірек, бай адамдар көбірек. Әрине кедей адам көбірек. Бірақ енді Алла Тағала сол кедей мен байды бір-біріне жақындастыру үшін әртүрлі шариғат амалдарын бұйырып қойды, қарым-қатынас. Ал мына амандасу кез келген адамға сіз мейлі бай болып тұрып кедейге амандассаңыз, кедей болып тұрып байға амандассаңыз, әйтеуір бір-біріңіз бастық болып тұрып, сіз төмендегі адамдарға амандассаңыз, мысалы қазақта мындай сөз, ұлық болсаң кішік бол дейді. Қаншама ел басқарған халифалар, әділетті уәлилер, әділетті ел басшылары естіген қандай қасиет болған? Қарапайым қасиет. Амандасатын болғанда, мейлі жаңағы уборщица болсын, уборщик болсын, дворник болсын. Ал тәкаппардың тәкаппары бар, астағфирулла. Фирғауынның тәкаппарларының копиясы. Олар не? Табақтарын тыржитып қарайды адам, бәрі сканерлеп шығады бір адамды. Амандасып жатса, мынау қандай адам екен? Оқыған, оқымаған, қызметі бар, жоқ, должность бар, астағфирулла, тәкаппарлық та. Біреу сіз қарасаңызда ел басқан қандай әділетті адамдар көрсеңіз, мысалы қорықпай жүретін болады ғой. Әділетті халифалар сияқты ұқсаған адамдар. Олар еш уақытта кез келген адам амандасады. Киіміне қарамайды, мейлі кедей болсын, амандасады, ассалам алейкум, балам, немесе қызым жағдай қалай деген сияқты. Бір қарапайым ғана сөз, бірақ қоғамда қараңыздар, адамдардың арасында шынымен махаббат тудырады. Мен атын айтпай ақ қояйын, кезінде бір ел басқарған кісілер осындай өмірін айтады. Ол кісі осындай қарапайым болады дейді. Қасында кезінде үлкен қызметшісінің күзетшілері, шабармандары, жүгірмектері, шестеркілері жағымпаздар қаптап жүрді. Бірақ қызметте кетіп қалса да дейді. Ол әрбір кісілермен амандасқан сондай, оны басқалар соған сәйкес қарым-қатынас ғой. Еркін жүрді дейді. Ал ана астағфирулла, Совет үкіметінің тарихын оқыған болсаңыздар, Совет үкіметінің кезінде бір Медведев деген бір жазушы, Рой Медведев деген соның бір несі бар, айтатын ескеріңдер. Совет үкіметінің кезеңінде көрдіңіздер, кейбіреулеріңіз менімен құрдасым, менен үлкендер. Сонда айтады екен, үлкен қызметте болып, жаңағы республикалық, облисполком, әртүрлі қызметте болып, тәкаппарлыққа үйреніп қалған адамдар дейді. Пенсияға шығып кетті ғой. Персональный пенсионер, үлкен айлық бар, ауру бар, ақша түсіп жатыр, машина. Бірақ дейді, алар тәкаппарлықтан дейді, ауру бітіп кеткен соншалық дейді, пенсияға шыққаннан кейін зейнет жасаған. Шыдамай, кейбіреулер астағфирулла атылып өлген екен дейді. Неге? Өйткені олардың жүрегіндегі тәкаппарлық кезінде қаншама алдында свитасы жүрді ғой. Бәрі бағанады. Бірде біреу жоқ та. Ол жаңа ақшасы бар, бәрі бар, бірақ оның жүрегінде қуаныш сыйлайтын адамдар жоқ. Демек адамдардың амандасуы күтеді. Ол не қызметте кетіп қалған пенсионер керек емес дейді астағфирулла. Қасында кезінде жүріп жүрген шабармандар барады. Мынау шал керек емес дейді мысалы. Соған сәйкес ол асылып өлген, асылып өлмеген, көбісі атылып өлген екен дейді. Міне қараңыз, құрметті жамағат. Бір ғана амандасудың өзі қандай үлкен адамдар арасындағы қоғамда бір-біріне деген бір-біріне тартатын бір сондай Алла Тағала берген табиғи күш та бір-біріне жақындастыратын.
Оны ойламайық, ой, амандасып тұрған емір, Субханас екеуміз адаммен амандасып, хал жағдайын сұрасап, оның тек хал жағдайын сұрасып қоймай, оған көңіліне, жүрегіне қуаныш сыйлап, сіздің жымиюыңыз, күлкіңіз әлгі бауырыңызды қайғысын болсын, проблемасын ұмыттыратын болса, онда сіз, иншалла, сіз адамдардың ішіндегі ең әулиесіз. Ал сіз амандаспай, сіздің көргеніңізден қашып кететін, шошып кететін болса, астағфирулла, кез келген адам. Әрине адамдар ішінде әртүрлі бар, жаңағыдай тоғиындар болса, мысалы жаңағы залымдар, зұлмат қылушы қорқатын болса, ол жақсы ол. Ал бірақ қарапайым халық, кедей халық, кедей бір жесір әйел, жетім бала, бір соған бір сондай жүрегіңіздің шын нұрмен шығып тұрған, бетіңізге келіп тұрған нұрмен араған энергияңызды берсеңіз, иншалла олай болса Алла тағала сіз сол ісіңізбенен сіз жәннатқа кіресіңіз мүмкін. Бір хадис құдсида айтылады екен, енді мында айтылады отағада, жаңағы ауру болған адамды зиярат қылу. Пайғамбарымыз Алла тағала қиямет күнінде бір пендесі айтады екен. Қиямет күні бәріңіз жоқ соғыңыз. Ей пенде, сен мені зиярат қылмадың ғой, сен мені ауырған кезінде қарамадың ғой дейді. Қараңыздар сұхбат. Хадис құдси мағынасы жағынан Құранның аяттарына жақын келеді. Сонда әлгі Алла тағала пенделерге, Алла тағала сенің арыштасың, мен сені қалай зиярат қыламын дейді. Менің пәленше деген пендем ауырып еді, сен сонда зиярат қылмадың ғой дейді. Сол құрметті жамағат, ауруды зиярат қылу, науқасынан зиярат қылу, шындап келгендері ол біздің әрқайсымызға жақсы. Ойлаймыз ғой жаңағы жақсы дүние, қызмет, артына шапқап жүреміз, жете алмаймыз. Бірақ ана ауру адамды, өзіңізде жағдай төмен адамды көрген кезде сіз тәубе ете бастайсыз. Тәубе ете бастап, сізде жүрегіңіздегі иманыңыз арта бастайды. Иманыңыз артса, иншалла сіз салих пенделердің қатарына кіресіз. Мейлі кім болсаңыз болсын. Міндетті түрде жаңағыдай әулиелердің отбасынан туылсын деген емес. Адамдар болады, мейлі жаңағы кедей семьядан шықсын, сондай жақыбайлардың семьясы, жаны жақпай семьясы шықса, бірақ олар жеткен дәрежесі патшалар жете алмағанда ол дәрежеге. Тіпті Зумар сүресінде келеді, астағфирулла. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءَ فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. Зумар деген топ. Бұның алдында азап аяты бар. Азап аяты деген тозаққа сүйретіліп кіргізетін кәпірлер, тозаққа сүйретіліп кіргізетін залымдар, тозаққа сүйретіліп кіргізетін әртүрлі ауыр күнә істегендердің сипатын айтып болғаннан кейін алда жәннат аяттары дейсіз. Жәннатқа кіретін тақуа пенделер. Sonra ата васиқа лазинат тақуа. Өздерінің Раббылары үшін тақуалық қылған, бұл дүниеде күнәдан сақ болған кісілер дейді Алла тағала. Иләл жәннати зумара. Жәннатқа топ-тобын өткізіп бастайды. Хатта иза жаа футихат абуабуха дейді. Әлгі жәннатқа олар жақындап келіп есіктер ашылған кездері, жәннаттың білесіздер періштелер бар, тозақ періштелер бар сияқты. Жәннат періштелер есікті ашады, саламун алейкум дейді. Қараңыздаршы. Жәннат періштелерінің жәннатқа кірген адамдарға айтқан біріншісі саламун алейкум. Сендерге амандық болсын, сендерге есендік болсын, сендерге Алла тағаланың нұры болсын, Алла тағала сендерге осындай жәннатқа берген, сендер бір сондай пенделердің ішіндегі ең жақсы пенделерсіңдер. Саламун алейкум тибтум. Сендер бұл дүниеде өте көркем өмір сүрдіңдер, өте жақсы өмір сүрдіңдер, ізгі істер істедіңдер, ізгі қолдардан қатарынан болдыңдар. Фадхулуха халидин дейді. Әлгі жәннатқа мәңгі қалатындай болып кіріңдер дейді. Міне құрметті жамағат, қараңыздар, жәннаттағы ақылдардың ең бірінші еститін сөзі сәлем деген. Көрдіңіздер ме? Бұл сөзді ойламайық, біз кейбір ойлаймыз ғой. Ой, қарапайым іс, Субханалла, сен сондай қарапайым іс, қарапайым сөз. Басқа бір мұсылман болған, даже мұсылман емес бауырымызға мейлі әхлі китап болсын. Көбісі ойлайды ғой, біз мұсылман бауырға амандасу жоқ. Бір қияметтің белгілері сонда адамдар танитын адамдарына ғана амандаса да танымайтын адамдарына амандаспайды. Сол себепті біздер бұл хадисті тірілткенде қалай біз танымайтын адамға амандасу керекпіз. Немесе танымайтын амандасса, оған қайтару керекпіз. Мейлі кейбір ойлап құшақтап қалуды. Жоқ, құшақтап алсын ол бөлек енді. Бірақ ана сіздің танымайтын адамға амандасуыңыздың өзі
қоғамның арасында, қоғам мейлі кез келген қоғамның арасында бір-біріне деген сенім күшейетін болса, бір-біріне деген адами қарым-қатынас, адамгершілік қарым-қатынас күшейетін болса, ол қоғам ұтады. Ал қоғам арасында қарым-қатынас ешқандай да сенімділік емес, бірін-бірін жау көру, бірін-бірін дұшпан көру, бірін-бірін пәленшенің несі көру, тобы көру, түгеншенің тобы деп көріп, сақтана отырып, немесе әртүрлі бір сондай зымияндық көзқарасымен қарай беру, ол бір-біріне теп-тегіс өзінде бір екі топ, екі бір құдай сақтасын бір жаңағы жауласатын топ шығарады. Сол себепті пайғамбарымыз саллаллаху осындай қарапайым нәрселер амандасу, жаңағы шүкір батса альхамдулилlah ярхамакаллах деп айту, онан қалса ауырып жатқан болса, зиярат қылудың өзі мұсылманның біріне деген правасы. Яғни сіздің праваңыз былайша. Сіз басқа бір мұсылман болсаңыз қайтармайсыз, сіз әлгі мұсылман орнына айтсаңыз, бауырым, мен саған амандастым, сіз қайтармайсыз ба деп ескертсеңіз бар. Қайтарды талап ете алмайсыз енді. Өкінішке орай кейбір астағфирулла кейбір адамдар бар, бір сәл қатты сөйлеп жүрсек, енді бір астағфирулла бір сондай не болып кетеді де. Сіз ескертіп қойсаңыз, жақсылықпен мысалы бауырмашылықпен, мүмкін әлгі адам есе түсіп кейін қараңыз, бұл жерде ақ ниетпен, ыстық ниетпен, оның үшін жаңағы шын жүректен ескертсеңіз, ол пайдасын береді. Ал егер соған айтып, айқайлап, бір сағат емес, 100 сағат дағуат қыла беріңіз, ол пендеге кірмейтін болса кірмейді ол. Алла тағала не дейді? Қазіргі адамдар бар, сонда естуші, естімеуші, сол сияқты естуші адамға Алла тағала сіздің ықыласпен айтқан сөздің бір-екі сөздің өзіне Алла тағала ол кісінің жүрегін жұмсақтып қояды. Ал сіз оған пәленше ұстаз, пәленшеден дағуатын тыңда дейсіз, кейбіреуге тыңдамайды. Енді ол қарасаңыздар, пайғамбар саллаллаху өмірдің өзінде көптеген кісілердің қандай бір туысқандарының өзін, мысалы Абу Талиб болды, білесіздер, пайғамбарымыздың әкесінің ағасы, былайша көкесі сіздің әкеңіздің ағасы, бірақ Алланың қалауымен ол кісі дүниеден өткен кезде кәлима шахадат айтып барды. Қарап отырсаңыздар, адамзат баласының ішіндегі ең жұмсақ, ең көркем, ең қандай асыл сипаттар бар, ең үстінде тұрған кісінің өзінің дағуатымен Алла тағала хидаятқа келмесе. Сол себепті дағуат қылудың әруақты жаңағы амандасудың өзі де, амандасып отырып біз сіздің өзіңіз бір сондай жымиып, андай емес, жасанды жымию емес, жасанды жымию ол түсінікті, жасанды жымиюдың пайдасы бар, оны біледі кейбіреулер. Оның мастерлері бар астамшылар. Жаңағы бір қызмет үшін, жаңағы чиновник үшін жүріп беретін жаңағы бір сағат бөліп бастықтың ана жымиып тұрады, жоқ, ондай емес. Басқа танымайтын адамға шын көңілден, ыстық жүрегіңізден, нұрлы жүрегіңізден, бетіңізбен қуаныш сыйлайтын жымиыс болса, ол машалла. Ал андай жасанды жымиыстың да пайдасы бар, дүниеге жағынан пайдасы бар. Бірақ былай дүниеде де пайдасы да бар кейбіреулерде. Мысалы болады кейбіреулер бір бастықты көргенге жымиып отыра береді, күліп отырады екеуі. Неге ол дұрыс қой, бастықтың разылығын табу керек дейді астап. Бұл басқа нәрсе. Бірақ мұсылманның ниетіне, мұсылман адамның кезіге мейлі бастық бол, басқа бол, шамасы келгенше бәріне қуаныш сыйлау, бәріне амандық беру, бәріне есендік беру. Мұсылман адам өзінің сыйлайтын жерде, өзіне қақсалатын жерде, немесе өзіне жаңағыдай құрметтенетін жерде шамасы келгенше уағыз насихатын айту. Қызметіне қарамау керек. Біз ойлаймыз жаңа біреуге уағыз айту үшін міндетті түрде білеміз. Жоқ, субханалла. Кейбір кезде сондай сөздер бар, мен айтамын бір. Қарапайым механизатор жігіттің бір сөзі, механизатор ауылда МТ-60-мен жаңа шөп шабады, онан қалса шөп жинайды, жаңа ферманың несі. Соның бір ғана сөзімен басқа бір жаңағы университет, институт бітірген жаңа өзінше астафыры интеллигенциялайтын сондай бір костюм кигендер, Алла тағала бір қарапайым механизатор сөзімен алады, өзгертіп жібереді. Ана мен сенбей тұрмын ана кісіне, ой механизаторсың ғой жаңа. Ана жерден мен өмір бойы МТ-60-мен осыған жабысып өтетін шығамын. Жоқ. Алла тағала қалады, сен хидаятқа келдің. Алла тағала қаламады, әлгі өзінің жоғары білімділер бар, костюмге шікірегендер бар, өзінше жаңа местный интеллигенция. Бірақ астафырла ісіне қарасаң, сасықсыз дейді. Мен сенбейтін, сен кімсің, анаусың, мынаусың. Бірақ Алла тағала ананың сөзі, қарапайым механизатор жігіттің сөзі, аңлардан артып кетеді. Сол себепті құрметті жамағат, мен әр уақытта қайта айтамын. Мешітке келген кездері кім болсаңыз о болыңыз, дүниеви сөздеріңізді қойыңыздар деп. Кімде-кім мешітке келіп тұрып, дүниеви сөздерін айтып, әсіресе имам, ұстаздар уағыз айтылып жатқан кезде соған қарсы істейтін болса, ол пенде әдейі істеп отыр, немесе құдай сақтасын. Енді өмір болғаннан кейін мен айтамын, мысалы бір талай мысалдарын айтамын, бір араб елдерінің мысалы бір сондай бір президенттері жаңағы мешітке туфлимен кіріп барады.
енді президент кейін оны ұшырып жүреді. А басқа насрани елдердің президенттері де мұсылман бүйтіп сондай әдептілікпен отырады да, носкиін шешіп жатыр, носки тесік болса да келіп отырады. Ана мұсылман елдің президенті туфлимен келді. Әрине оның туфли, бірақ сонда да қарасаңыз, туфлимен келді көшедегі. Мұсылман мешітке Алланың үйіне құрметіңді дұрыс қылмасаң, сен Алла тағала ойлап жүрген шығарсың, 10 жыл, 20 жыл, 30 жыл президент, бүгін сол сенің қасында көмекшінің басын қағып түседі, астағфирулла. Әлгі жаңа араб елінің президенттері сияқты. Сол себепті құрметті жамағат, әр уақытта айтамын, Құран аяттары айтылған жерде тыңдаңыздар. Ол тыңдағанда бұл Кенжебек ұстаздың разылығы үшін емес, бұл Субхана, бұл әлемдегі қиямет күнде сіздер үшін жақсылыққа куә болатын, немесе сіздер үшін қарсы куәлік беретін. Мына пендең қиямет күнде Алла тағала сенің сөзін тыңдамады деп болмас үшін тыңдаңыз. Басқа жерде мешіттен сырттан, мешіттің ауласына әрі қарай жерде мен оған сіздің өміріңізге шаруам жоқ. Басқа жерге барғанда, бірақ та мешітте тыңдаңыздар. Бұл сіздің көргенділігіңізді көрсетеді. Мұсылман болып көргенді тәрбиелеңіздер. Ал егер сіз тыңдамайтын, немесе әдейі мән бермейтін, онда көргенсіздігіңіз, тәрбиесіздігіңіз. Сол себепті құрметті мұсылман, осы бір 5 қана немесе 6 қана бөліктен тұратын осы бір қарапайым мұсылманның біріне деген правасын, мұсылманның біріне деген құқығын өз арамызда таратайық. Оны жаңағы кішкентай іс қой, майда іс қой, түкке тұрмайды ғой деп ондай төмен дәрежеге есептемей, бір-бірімізге айтсақ, амандасуды көбірек таратсақ, онан кейін түш көрген кезде альхамдулилля, ярхамакаллах деп айтсақ, онан қалса насихат сұрасақ, насихат сұрасақ біреуге шындап, насихатыңызды айтсаңыз білгенше, немесе ауырып жатса зиярат қылсаңыз, немесе мұсылман бауырымыз дүниеден өткен болса, артына жаназасына барсаңыз, білесіздер, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтқандай, 2 қират сауап бар. 2 қират дегенде, 1 қират деген Ухуд тауының көлеміндей алтын дәрежесіндей сауап деп айтылған. Құрметті жамағат, осы аяттарға, осы хадистерге біздер де амал қылушы пенделердің қатарынан қылсын. Aqulu qawli hadha astaghfirullahi wa li amali muslimin subhanahu wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا يا مصرف القلوب صرف قلوبنا صلى الله على خير خلقه محمد وصحبه وسلم برحمة الله.